Қандай дүниеде, например, Абылай аяқтан туған күнімен құттықтайды, сен ан жақтан шырпыр боласың. Бәлкім бұның бәрі жайдан жай емес шығар. Сен, значит, Абылайға айтып қойғансың, сен туған күнімен құттықта, мен эфирда шырпыр болып жанам деп, Ақеркен солай түсіріп отқан шығарсың. Енді оның біз қайдан білеміз? Оның енді жігіттік намысы оян маған енді жігіттігін көрсетіп маған айтпағаннан кейін, оған мен не кінәм бар? Мен ол нәрселер үшін мен шырылдаймын. Тесік намысың өйт, мақтана бердің. Жанболат, нормально сөйлесші хан, серьезно айтам. Нормально сөйлесші. Қандай тесік намыс бұл жерде? Қандай тесік намыс? Жоқ қой. Қалай жоқ намысын? Маған айтпаған үшін мен кінәлімін ба оған, айтшы? Сен неден намыстың? Жоқ, енді ол жігіттің ондай болғанына, ондай арам нәрселерді ойланатынына менің не кінәм бар? Намысың болса, ондай неден қыз қанша көз жасы төк, сен соны төккізбей беретін намысың болып жатса қатты. Жанболат, нормально сөйле, әлде айтам, нормально сөйле, Жанболат, әлде айтам, басыл осы жер. Екеуіңіз де басылыңыздар. Баусаған, не болды сендерге? Нұржан? Жаңа театрдан тағы бір артист шықты, мыналар үшеу екен. Бәрің тірі қалып кеткенсіңдер ма немене? Сол артистердің гендиректоры Нұржан болып отыр ғой, негізіші. Ал жерде бәрі өртеніп кеткен, театрына ішінде қалып кеткен ғой бұлар. Айта бер, Абылай. Нұржан қойыңызшы. Нұржан, кішкене жерге түс. Сен ана кішкене ойланып сөйлесейші. Тоже аузымен келіп сөйлей бермей. Біздің саған қарсы болуымызға бәрібір де себеп бола алады. Сен өзің қатеңді түсінбейсің, бірақ біздің пікірімізден қате іздейсің. Мен сол үшін айтып жатырмын. Бірінші өзің жөнде бол, жанында қызың жөнде, одан кейін бізге айтасың. Жақсы ма? Иә, біз өте. Негізі бірақ енді қыздар, жігіттер айтайын, бұл жерде жігіт болғаннан кейін, ер азамат болғаннан кейін қандай жағдайда қыз баласын қорғақсы келіп кетеді. Бәлкім өзіне ұқсамай қалып жататын шығар, сондай ойдан айтылып жатыр деп ойлаймын. Бірақ Жанболат, бұл кісілердің де айтқан сөздерінің кейбір жері орынды. Неге? Себебі сіз жоба шартына қарсы нәрсені жасадыңыз. Содан кейін бұл кісілер неге әділетсіз деп ойлауы мүмкін. Сондықтан соны ескеріңіз. Нұрдәулет, өзіңізді тыңдайық, жарайсыз. Сізге көп рахмет. Баласы ханым, Алладан кейінгі шебер ол әке ғой негізші. Шерханды мен білдім да негізші, осылай бір баласын қатты сағынып жүрген қанша деген өзінің қаны, өзінің бойынан шыққан адам ғой бұлшы. Өзінің қараңызшы, қандай әдемі көрінісі, өте керемет, мен жүрегім өте қатты елжіреп отыр. Жаңа сыртта да көтеріп тұрып, Шерхан өлең айтып тұрған кезде кіру керек болғанбыз. Сол кезде мен жылап кеттім да. Қазір енді кірейін тұрғанда реклама болып кетті. Сол кезде қолын шошайтып, папасын көрсетіп өлең айтып тұрған кезде ше, сол сәтті көріп вообще андай кәдімгі өз-өзімді ұстай алмай қалдым да, негізі өте қатты қуаныштымын. Дәл осы тұрғыда Ақбота аға көптен көп рахмет айтам. Себебі осындай керемет бақытты сезіндіріп жатыр маған. Енді айттым ғой, 5 ай бойы біраз көрмедім, өзімнің белгілі себептеріммен деп. Кәдімгідей миымда қаншама сұрақтар тұрды, соның жауабын таппай жүредім. Міне мен үшін жауап осы. Бүгіннен бастап мен бақыттымын десең, жоқ, шынымен бақыттымын. Қазір мен андай жаңадан бір туылған сәби ұқсап тұрмын да өзімде, себебі бір өміріме бір андай жарық түсті, өміріме сәуле түскендей болып отыр дәл қазіргі сәтте. Сен не істеп жүрсің, Шерхан, осы уақытқа дейін мынандай бақыттың алдыңда жүрген кезде бармай деген сияқты ше. Өзіме қазір сұрақтар келіп жатыр. Сол кешеде айтқаным сол ғой, өзімді жеп біттім да мен. Не себептен бармайын? Бар, ерік жігеріңді жинап, ұлыңа бар, қамқорлығыңды көрсет, вниманиеңді бер, әкесі екеніңді сездір, оның жалғыз емес екенін сездір деп өзімді жеп жүріп, бүгін жобадан енді осылай деп ойланып отырдым да, мен өзімді өзім жеп, миым шашыраңқы болып, бірақ мынандай нәрсені күтпедім. Сонда да Қосылайық жобасына рахмет айтам. Керемет мүмкіндік беріп отыр, қараңыздаршы.